Төтенше жағдайдың алдын алу мамандардың ғана емес, баршамыздың ортақ азаматтық міндетіміз. Осы мақсатта ұйымдастырылған жас құтқарушылар жарысы оқушыларды тосыннан келген апаттан шығу жолын үйретіп қана қойған жоқ. Төтеншеліктер өрттің алдын алуды да кеңінен түсіндіріп берді. Спорттық шеберлікке баулыған шараға Шымкенттің жалпы білім беретін 8 мектебінің командасы қатысты. Жас құтқарушылар байқауы пандемияға дейін тұрақты түрде ұйымдастырылып келген. Былтыр ғана арасы үзіліп қалғаны болмаса, тәуелсіздіктің 30 жылдық мерейтойы қарсаңында жаңаша форматта өткізілген жарыс өз жүйріктерін анықтап берді. Өрт эстафетасы, жауынгерлік киім кию, алғашқы медициналық көмек, жауынгерлік қанат жаю және оқу мұнарасының екінші қабатында ілініп тұрған шабуыл сатысымен шығу атты негізгі бағыттарын қамтыған танымдық шарада 8 мектеп оқушылары 3 кезең бойынша бақ сынасты. Ол үшін нөмірі 1 мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінің қызметкерлері жасөспірімдерге алдын ала бағыт-бағдар беріп, дайындықтан өткізген. Біздің мектеп әр апта сайын өрт сөндіруші бөлімшелеріне барып, практикалық жұмыстар жасайды. Бұл жұмыстардың мақсаты төтенше жағдайлар кезінде нақты әрі дұрыс шешім қабылдауға үйретеді. Бүгінгі шара өте жақсы өтіп жатыр. Мен өзімнің көңілімнен шығып жатыр. Біз енді өте жақсы дайындықпен келдік. Отамыз деген ойдамыз. Төтенше жағдайда алдын алу кез келгеніміздің азаматтық борышымыз. Өз өміріңді сақтай отырып, өзгенің өмірін қиянаттан аман алып қалу ең ұлы іс. Ал жас құтқарушылар байқауы жеткіншектерге саланың барлық ерекшеліктерін қамтымаса да, алғашқы көмек жүргізу тәртібін білуге міндеттейді. Аталған жарыс Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылына арналған жас құтқарушылар арасында жарыс өткізілуде. Жас құтқарушылар біздің қаладағы жалпы 33 мектепте жас құтқарушылар ұйымы құрылған, клубтары, үйірмелері. Оның ішінен жаңағы отбор дейміз ғой, іріктеу арқасында 8 мектеп шығып отыр. Ақпан айында біз мектептің директорларымен, осы жақты нелермен сабақ өткізгенбіз. 10 класс, 9 класс балаларына үйретіп, көрсетіп, біздің департаментке, музейімізге, мұражайымызға апарып, экскурсия жүргізіп, барлық шаралар көрсеткенбіз. Жансая Серікбайқызы, Дулат Ергешбай, Айға қоғамдық телеарнасы.